Баршаңызға қайырлы күн. Хамир хасиб деген тағамды айтайын боламыз. Мантыға ұқсайды, бірақ манты емес. Екеуісінде керемет дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ұн қажет болады, 2 жұмыртқа қажет болады. Және де салқын су немесе еттің сорпасы болса, содан істеуіңізге болады. Менде сорпа болды, осындай сорпаға сол тұзымды езіп алдым. Осылай сорпамен істесем де керемет шығады. Менде кеше қалған сорпа, соның несіне жасап жатырмын. Мінекей, елеп болды нанымызды. Енді нанымызды осындай болып шықты, керемет болып. Сорпаға істеген өте күшті болып шығады. Салқын суға істеуіңіз болады, сорпа болмаса. Енді осыны бөліп шығатын боламыз. Үшке бөліп аламыз. 3 бөлікке. Дәл осы қамыр илеуді еттің нанына да істесеңіздер болады. Кәдімгідей еттің сорпасы майлы болып, күшті болып тұрғанда соны құйып соған істесеңіз керемет болады. Енді мінекей нанымызды илейтін боламыз. Қалған 2 нанның бетін жауып қоямыз. Жақсылап илейміз, ортасы жұқа болып қалмас үшін, шеті қалың болып кетпесін. Мінекей нанымыз иленді. Мінекей өте керемет болып шықты. Бүйтіп мыжылағанда да жабыспайды. Кәдімгі сорпаға істесеңіз өте керемет шықты. Мінекей. Жаңа мыжығаны кетіріп бір жай жіберем. Енді нанымыз дайын. Енді салмасын саламыз, тұз саламыз. Жуамызды измельчителіне өткізіп алдым. Осылай енді тұзымызды бұршымыз салып жақсылап араластыратын боламыз. Енді кішкене ғана суға 5 минуттай пісіріп алдым. 5-7 минуттай күрішімізді салып аламыз. Кішкене ғана жартылай пісіріп аламыз күрішімізді. Соған салып, енді күрішімізді араластыратын боламыз. Осылай бір жақсылап араласу керек күрішіміз. Мінекей енді жаңағы тестамызды кесіп шықтым. Енді соған мінекей осындай алып ораймыз. Осындай алып дөңгелеп шығатын боламыз бәрін.
менікінен де кішкене үлкенірек қылып алуыңызға болады. Менікінен де үлкендеу қылып тестаңызды саласыз. Осылай маған осылай ыңғайлырақ. Осылай мінекей. Bir жағын түйіп, екінші жағын жақындатып, содан соң дөңгелетесіз екі жағымен. Неге солай бәрін каждыйын істеп шығамыз солай. Өте оңай түйу. Осындай болып шығады. Мінекей. Тағы да бір көрсетейін. Осылай жабамыз, жағынан басамыз, келесі жағынан басамыз да дөңгелетеміз. Менде бұларды мен ондай көп қылып жасамадым. Сондықтан мен бұларды мультиваркаға салып алатын боламын. Мультиварка на пару деген режимде, сондай режимге салып пісіретін боламын. Мантоваркам өте үлкен, сондықтан мен мультиварканың несіне салып алдым. Енді начинкамызды дайындаймыз. Морковымызды теркілеп жуамыз, турап аламыз да май қойып, томатымызды салып, осылай шыжғыратын боламыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Неке дайын, баршаңызға ас болсын. Ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіз.